Қайырлы күн қымбатты досым, Іскер Азамат каналына қош келдің. Мен бүгін өз каналымда Каспи магазинге қалай тіркелу керек екендігі және тарифтері мен оның артықшылықтары туралы айтатын боламын. Ең алдымен Каспи магазинге кірейік. Осы жерде бизнесу дегенді басамыз. Сосын в интернет магазин дегенді басамыз. Яғни біз осы парақшаға кіргеннен кейін біз онлайн заявка бере аламыз осы жерде. Онлайн заявка бермес бұрын біз магазин қалай жұмыс жасайтындығы туралы және оның қандай тұтынушылар бар туралы жалпы мәліметті алып алайық. Төменгі жақта түссеңіз, міне Каспи қосымшасын қазіргі таңда 11 миллион қазақстандық пайдаланады және оның 11 миллион адамда жаңа Каспи қосымшасы бар деген сөз. Банк қана емес, бұл үлкен маркетплейс. Осы маркетплейстің ішінде Каспи магазинмен жұмыс жасап, яғни жеткізу қызметімен де айналысады. Каспи магазинге тіркеліп, тауарын сатуға қойған адам Каспидің біршама жеңілдіктеріне, ИП және ТО-ларға біршама жеңілдіктер қарастырылған. Ол яғни өз тауарын кредитке сатуға болады, немесе бөліп төлеуге сатуына мүмкіндік береді. Сондықтан да көп сатушылар қазіргі таңда Каспи маркетплейсіне өтуде, яғни өз тауарларын жүктеп Каспи арқылы сатуда. Енді Каспи магазин қалай жұмыс жасайтындығына тоқталайық. Каспи магазин өзінің ең алдымен сіз ИП ретінде тіркеліп, Каспиге заявка онлайн бересіз және документтерге Каспимен келісімге онлайн қол қоясыздар. Сосын сізге Каспи магазин рұқсат береді, яғни сіздің тауарыңызды жүктеп, оны сатуға, яғни кредитке, жаңағыдай бөліп төлеуге сатуға қоюға рұқсат береді. Бірақ бұл бірден сізге рұқсат бермейді. 1 ай мен 3 айдың көлемінде рұқсат береді. Бірден ИП ашып, Каспиге тіркеліп, жаңағыдай өз тауарыңызды қойып сатып кетем деп ойламаңыз. Каспи оның барлығын алдын ала тексереді. Яғни сіз ИП-ны сразу ашып, оның тауарыңызды қойып сатып кете алмайсыз. Оның барлығы Каспи жіті бақылауға алады. Келесі кезекте мүмкіндіктердің барлығын Каспи тегін жасамайды. Осы жасаған көрсеткен қызметтері, услугаларын үшін ол өзінің пайыздық коэффициенттерін алып отырады. Енді соған кеңінен тоқталатын болсақ, алдарыңызда міне Каспи өзінің пайыздық коэффициенттерін енгізіп қойған. Оларға кеңінен тоқталайық. Мысалы үшін міне сұлуларлар, детский товарлар, компьютер сатқан үшін 5%, киім егер сататын болсаңыз 11% көлемінде пайызын алып отырады. Және осы жерде техника, сотка, мысалы үшін егер сіз сататын дейтін болсаңыз, пайыздық коэффициенттерін алып отырады. Ең алдымен осы пайыздық коэффициенттермен жақсылап танысып алу керек. Жаңағыдай өз қолыңызда товар болатын болса, базардағы баға және осының пайыздығын есептеп, сізге жаңа осымен айналысу қажет пе, қажет емес пе деген сұрақты шешіп алғаныңыз дұрыс. Өйткені, яғни осы пайыздарға қарамай сіз айналысып келетін болса, оның барлығын жіті қарап алғандарыңыз дұрыс болады. Жаңа айтқанымдай, Каспиге тауарыңызды салып сату арқылы сіз бөліп төлеуге, кредитке сразу төлеп алуға мүмкіндік аласыз. Ендеше біз сіздермен қазір заявка жіберіп көрейік. Заявка жіберу батырмасын басқаннан кейін сіздерге осындай бет ашылады. Осы бетте егер сізде жеке кәсіпкер болсаңыз, ин жазасыз, ТО болсаңыз, бен номеріңізді көрсетуіңіз қажет. Название компания, основной категория, яғни сіз қандай категориямен жұмыс жасағыңыз келеді. Жаңа мен сіздерді тарифтермен таныстырдым, коэффициенттермен, пайыздық. Осы жерде өзіңіз айналысқыңыз келетін товардың атын жазасыздар. Категория егер осы жерде болмаса, другое батырмасын басып, не сатқыңыз келеді, соны жазуыңызға болады. Мысалы, товарлары деп жазатын болсаңыз, міне осылай өзі сақталады. Сосын контактный номер жазуыңыз керек, мұнда мобильный номер жазуыңыз керек. Сосын email почтаңызды көрсетеді. Сосын продолжить деген батырманы басасыз. Продолжить деген батырманы басқаннан кейін сізге осындай бетке өткізеді сізді. Бірақ осы бетке өтпес бұрын сіздің электрондық поштаңызға логин пароль жіберіледі. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне осы парольді көшіріп алып, мына жерге пароль деген батырмаға
пароліңізді енгізесіз. Сосын электронный поштаңызға баста заявка жіберген кезде қандай электронный поштаны көрсеттіңіз, сол электронный поштаңызды басып кіруіңіз керек. Деген батырманы басқаннан кейін сізді міне осындай Каспий продавец кабинетіне өткізеді. Яғни мынау Каспий продавец кабинеті. Осы жерде сіз заказдарды көре аласыз. Өзіңіз сатқыңыз келетін товарларды жүктеп, қандай товарларды жүктегіңіз келеді көруіңізге болады. Және де доставка қандай доставкамен товарды жіберіп келеді, солардың барлығын көруіңізге болады. Дағы уақытта айналысқыңыз келетін болса, осы видеоға лайк басыңыз және осы комментарий қалдырыңыз астында. Комментарийіңізді оқу мен үшін өте қызықты, және қосымша сұрақтарыңыз болса, мен жауап беремін. Уақытта қазірде Каспиймен сауда жасап жүрген адамдар болса, сіздің саудаңыз қаншалықты тиімді болып жатыр, жаңағы пайыздық коэффициенттермен есептеген кезде өзіңізге қанша маржа қалып жатыр, осыларды комментарийға жаза отырыңыз. Қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, оны да жазыңыздар. Мен барлығын оқып, қолдан келгенше жауап беруге тырысамын. Алдағы уақытта мен сіздерге осы Каспий кабинет қалай жұмыс жасау керек екендігі туралы түсіндіремін. Қазір бүгінгі сабағымызда біз сіздермен Каспий магазинге қалай заявка беру керек екендігі туралы түсіндірдік. Бүгінгі видеоға лайк қойыңыз, қосымша сұрақтарыңыз болса жазыңыз. Қазақ қазаққа қызмет етсін, байыса қазақ байысын. Қолдау білдірейік.